Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін қарашаның 21-і бізде далада осындай қыс болып жатыр. Осыған дейін мұндай қатты жауған жоқ. Бүгін ерекше қалың қар жауып жатыр. Так. Көп кісілердің сұрауы бойынша бүгін тауыққа қандай жем берем, қаншалықты берем, қанша мөлшерде берем, сол жайлы видео түсіретін боламын. Менде жемдер осындай бочкаларға салып қойған, темір бочка, себебі тышқандар жемес үшін. Неге десеңіздер, міне жай қаппен тұрған жердің бәрін осылай бүлдіріп кеткен тышқандар тесіп. Сол себептен осылай бочкаға салып қойдым. Енді жемді мөлшерлеп осылардан алып қосып, осындай бір бочкаға комбикорн дайындап қоямын. Мына жерде микс бәрі бар мұнда. Несушка бар, кебек бар, бидай бар, жүгері бар, ракушкасы бар, тұзы бар. Сосын осындай наша рябушка деген витамин алдым. Сондай қосып жатырмын, қазір қымбат емес. Содан аздап қосам. Себебі витамин деген негізі мында комбикормға қоспаңыздар деп айтады, бірақ мен қосам. Себебі бұл какой-то бір процент өзінің пайдасын тигізеді по-любому. Жұмыртқалауына, тауықтың денсаулығына, сол себептен витамин қосамыз, сосын тұз қосамыз. Мынау тұз. Тұздың да рөлін білесіздер. Адамның организміне керек нәрсе сияқты, ол да жан-жануардың, құстардың организміне өте қажет нәрсе. Иммунитет мықты болады. Еті сойсаңыз дәмді болады, тұзды болады деген сияқты. Сол себептен тұзды қосамыз. Енді қазір мөлшерлеп көрсететін болам, қандай жемнен қаншалықты мөлшерде қосатынымды. Негізі мынаған дайындап қойған, бірақ мына шелекке отдельно бір партиясын алып көрсетейін. Менде осындай ковш бар, кәдімгі строительный. Осымен мөлшерлеп қосам. Солай дайындаймын жемді. Ал бісміллә. Бірінші кебек кетеді менде. 1 2 3 ковш кебек кетті. Енді жүгері аламыз. 1 ковш. 1 ковш жүгері саламыз. Артынша тағы 3 ковш кебек. 2 3. Сосын мұнда майдаланған бидай бізде. Бидайдан 1 ковш. Негізі мұнда бидай мен арпа араласып кеткен, бірақ содан 1 ковш. Сосын тағы кебек саламыз үстіне. 3 ковш. 1 2 3. Сосын мұнда несушка. Несушкадан 1 ковш саламыз. Сосын ракушка кетеді одан кейін. Ракушкадан осындай толтырмай, жартысына жеткізбей қосамыз. Ракушкадан қосамыз. Сосын витаминнан тоже мөлшерлеп, бір нақты бір мөлшер жоқ, бірақ аздап тоже қосамыз. Мен көрсетейін, қанша қосатынымды. Примерно осындай. Алып
витаминнан қосамыз. Сосын тұз. Тұздан осылай көп сеппейміз, аздап қана. Соны жетеді. Тұздан қосамыз. Жалпы құрамы сонда 9 ковш кебекке, 1 ковш бидай, 1 ковш несушка, 1 ковш жүгері майдаланған. Сосын примерно жарты ковш ракушка и витамин бар, жаңағыдай видеода көрсеткендегідей аздап витамин қостық, тұз қостық. Енді осының бәрін қолдап араластырсаңыздар да болады, аздап осылай шетінен. Мен бірақ қолдап араластырмаймын, осындай перфоратор бар. Сол басына кәдімгі гипс, мынау клей араластыратын миксер бар, сол миксермен айналдырып алам. Бір 10-15 секундта дайын болады. Үшін бәрі бір-бірімен араласады. Сосын осыны алып, мына жерге салып қоям. Сосын осыны шетінен алып, тауықтарға беріп отырам. Енді мөлшеріне келетін болсақ, қанша бересің деген. Менде қазір туып тұрған, тууға дайындалып жүрген, үшін туатын тауықтарым 50-дің үстінде ғой. 50-дің үстінде. Соған мен осындай шелекке суға бұлғап берем, араластырып түбіне су құям, соның үстіне мынадан таңертең 4 ковш толтырмай, кешкісін 4 ковш берем. Қазір солай беріп жүрмін. Результат бар. Басында 10 жұмыртқадан туып жүрсе, қазір 15, 16, 17 солай туып жатыр. Күннен күнге үшін қосылып жатыр. Енді былай бір қарағанда мынаның бәрі бір қымбат сияқты көрінуі мүмкін, бірақ онда қатты қымбатқа түспейсіздер. Себебі бұл жерде жемнің басым көпшілігін алатын кебек болғандықтан, кебек арзан, кебекке дальше қосылатын мыналар онда көп кетпейді. Жүгері болсын, бидай, несушка болсын, онда қатты көп кетпейді. Бұл жерде көбірек кететін осы кебек қана. Сол себептен олай қорқып қажет жоқ. Бір алып қойсаңыздар, біраз уақытқа жетеді. Салғана бір бочка дегенің бір аптадан көп уақытқа жетеді маған. Бір бочка дайындап қойсам, осылай араластырып 50 тауыққа бір аптадан аса уақытқа жетеді. Так. Бұлар бірақ менде туатын тауықтарға ғана осылай берем. Ал енді тумайтын, жаңағы өсіп келе жатқан балапандарға кебектен, жүгеріден, бидайдан араластырам. Оған несушка ештеңе қоспаймын. Содан араластырып ақырындап беріп отырам. Жалпы осындай микс, бәрі бар ішінде. Осындай жем болды. Осылай дайындап алсаңыздар, тауық қысымен жұмыртқа туады. Тұрған жер главное жылы болу керек, құрғақ, жылы и тамағы дұрыс болса, тауықтар қысымен туып шығады жұмыртқа. Бізде Астанада мысалға қыста минус 40 градус, 45 градусқа дейін барады. Былтыр мысалға менде тауықтарым полный туып шықты сондай қатты суықта. Биылда сол туады деген ойдамыз. Алла жазса. Жалпы осындай. Мен енді тауықтардың жұмыртқасын сатуды бастап кеттім. Қазір бірақ тек жеуге ғана сатып жатырмын, өйткені тауықтар әлі жас, оплод дұрыс болмайды, инкубацияға сата алмаймын. Енді декабрь, январь айларында сата бастаймын инкубацияға жұмыртқаны. Пока жеуге ғана сатып жатырмын. Өзімізден артылады, ішіп жеуімізден, содан артылғанын сатып жатырмын. Пока 70 теңгеден сол. Жаңа объявление қойсаң сразу қағып кетеді ғой үшін. Жұмыртқан қолдың жұмыртқасы деген по-любому бағаланады ғой. Бұл жақта орыстар көп алады негізі қолдың жұмыртқасын.
сразу шығарасын, орыстар хабарласады. Қазақтар да алады ғой, бірақ в основном сол орыстар реакция көп береді. Жалпы осы видео қазір тауықтардың жағдайын тоже көрсетіп кетемін, не болып жатқанын. Так, бізде тауық қораның сыртынан қарағандағы көрінісі. Так, ішке осылай кіреміз. Мұнда уже жылы. Ешқандай утепление ештеңе жоқ, бірақ тесіктердің бәрін қымтап қойғанбыз. Мұнда менде туатын тауықтар тұр, білесіздер. Тұратындары уже отырып қойған. Мұнда кучинский үйлене подряд отырып өздері ғана. Олар кучинскийлар менде. Мына жақта уже аралас тауықтар. Мынаның ішінде балапан шұқып тастапты мынаны. Сол себептен бөліп қойдым осылай. Жұмыртқаларды бағана жинап алғам. 14 па жұмыртқа туыпты. Жинап үй жаққа апарып қойдым. Так, мына жақтарда жоқ. Бір кешке туып қалатын әдеттер бар бұлардың, сол қарап жатқаным ғой. Так. Бізде температура плюс 5-6 градус болып тұр. Бұл анау бір ғана жылытқышпен солай болып тұр. Ертең инфракрасный лампа қоям, сосын кішкене одан да артық жылайтын болады. Так, мұнда да бір туып жүрген, мұнда тумапты бүгін. Так, бұл бізде туатын тауықтарымыз. Жерге осындай опилка төсегем, мынау қап-қара болып кеткен жердің күл төсегем. Күлді шашып тастаған ғой, мына жерге төсегем. Күлді. Соның бәрін былай қарай шашып, жайып тастаған ғой мына жақтың бәріне. Қазір бәрін реттеп қайтып дұрыстап жайып қоям. Нормально болады. Так, тұрғызып қоя салайық былай. Кеше айтпақшы бір жаңалық бар. Осы кучинский тауықтарды сұрап бір кісі 2 тауықты сатып жібердім. 5000 теңгеден. Осындай жас тауықтарда 2 тауық 10.000 теңгеге. Сосын мына жақта менде балапан қораздар болған. Тоже оларды да сатып жібердім. 15 штуктай где-то 15 штуктай қораз болды. 1000 теңгеден беріп жүрдім. Майда балапандар ғой. Осы Астанада солай айналысатын кісілер бар тауықпен. Сол кісілерге апарып сатып жібердім. Соның есебінен осындай төбесіне пеноплекс алдым. Енді мынау аралар ғана қалды, соны пенамен толтырып шығам. Жалпы осылай төбесін пеноплекспен қаптап тастадым. Ол бізде жылу үшін, жылы болу үшін. Так, мына жер ауа кіріп тұратын жер, жауып тастаймыз. Мұнда менде брамалар қалды. Сосын в основном осындай мекендер қалды. Бұлар жас енді. Бір 3 айдан енді асты ғой деймін. Сол себептен ана үлкен тауықтарға қосқан жоқпын. Бірақ скоро бәрін қосам негізі. Болды, мына жақтағы қораздардың бәрін құрттым. Қандай жас 1-2 қораз алып қалдым ішінде. Көріп тұрғандағыздай қалғанның бәрі осындай жас мекендер. О, менде ең үлкен қораз ата. Оған тиіскен жоқпын, тиіспеймін деп шештім. До конца жүреді. Қалай жүрсе де до конца болады. Так, мұнда
Инфракрасный лампа дейді. Күйіп кетіпті оны. Лампочка күйіп кетіпті. Так. Жалпы осындай бізде жағдай. Мына жерде тауықтар азайып, в общем, дұрыс болып қалды. Енді осы жақта, ана жақта бәрін қосып жіберем. Ана жақтан тоже туатын жерлер істеймін. Солай. В общем, ар жақта, бер жақта, в общем, осының ішінде болады ғой тауықтар. Осы площадь бар, ана площадь бар. Осы жерде жүреді, тұрады. Сосын абрамаларды бөліп тастаймын. Өйткені оларға обал болып кетті. Мыналар әлі балапан ғой, бірақ уже жай тауықтарда қарағанда қайда үлкен. Мысалға мынаумен мына екеуі бірге шыққан. Ананың түрін қараңыз, ананың түрін қараңыз. Жалпы жаңалық осы бізде. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып, ақылдарыңызды айта отырыңыздар. Сау болыңыздар.